Күн сәрсенбі, уақыты 19:00. Сұхбат тайм эфирде. Ассалаумағалейкум көрермен. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы депутаттар не дейді? Ал студия қонақтары Маңғыстау облысы мәслихатының депутаттары Меңдібаев Абзал Меңдібайұлы және Өрісбаев Абат Жаңғырханұлы. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Студия телефон 30-34-50. Сонымен қатар экран алдында көрсетілген ұялы телефон, яғни WhatsApp нөміріне сұрақтарыңызды жолдауыңызға болады. Естеріңізге сала кетейін, ұялы телефонмен сұрақтар қабылданбайды. Сонымен қош келдіңіздер. Біз бастаймыз. Сұрақ бізден болсын, жауап сізден болсын. Енді Абзал Меңдібайұлы, енді халық қалаулысы атанып, жаңағыдай сізде мәслихат орын таптыңыз. Енді өзіңіз сайланған округ бойынша қандай өзекті мәселелер бар? Сол туралы айтып кетсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, студия көрермендері. Біріншіден мына сұрақ жауапқа көшпестен бұрын осы еліміздің елеулі мерекесі тұғырлы тәуелсіздігімізбен баршаңызды құттықтап қойғым келеді. Осы тәуелсіздік туралы көптеген материалдар жарияланып жатыр, көптеген нәрселер айтылып та жатыр. Енді бұл тәуелсіздік өте қастерлі мереке. Сондықтан көп айтайық, аз айтайық, тәуелсіздікті армандап осыншама уақыт еліміздің туын жоғары ұстаған, тік ұстаған батырларымыз қаншама өтті. Осының қазіргі кездегі жемісін біз де көріп жатырмыз. Сондықтан осы қастерлі мерекемен сіздер құттықтауға рұқсат етіңіздер. Ал енді екінші, жаңағы сіз қойған сұраққа келетін болсақ, әрине қазіргі кезде өзім сайланған Бейнеу ауданындағы ауылдық округтерден шешімін таппаған сұрақтар өте көп. Кейбір сұрақтарды қазіргі кезде осы мемлекетіміздегі жүріп жатқан бағдарламаларға сәйкес ауылда қандай мәселе, ауылдағы негізгі мәселелері су, газ, тоқ. Қазіргі кезде су мәселесі көптеген ауылдарда шешілді. Оның ішінде сол ауылдар қойғаннан кейін аудан орталығында қазіргі кезде осы кезек-кезегімен шешіліп келе жатқан мәселелер, осы судың мәселесін Бейнеудегі 2-3 ауылдардағы осы биылға алдағы жылға жоспарлап отыр. Енді сол мәселелермен қатар шешімін таппай келе жатқан алдағы уақытқа үмітіміз бар мәселелер де бар. Олардың ең біріншісі ретінде мен айта кетер едім, Есет пен Төлеп ауылдарындағы жоғары кернеулі тоқ желісін тарту. Себебі қазіргі кезде ол ауылдар қасында өтіп жатқан темір жолдан қамтамасыз етіледі. Ол темір жолдың өзіңіз білетіндей бұрынғы дәуірде кеңес дәуірі салынғаннан кейін бұл ауылға есептелмеген. Сондықтан осы жерден осы 2-3 сессияның төңірегінде бұл мәселе көтеріліп келе жатыр. Облыс әкімшілігі де республикалық трансферттен ақша бөлетіндей есебінен осы өткен сессияда сол мәселе өте күрделі көтерілді. Алла бұйыртса алдағы жылдағы осы жаңа проекттердің ішінде осы мәселе шешімін табады дейтін ойдамыз. Бұл тек қана бір көрініс айтып отырған. Енді жаңа айтып отқан Есет пен Төлеп ауылдарындағы электр желісінің мәселесі неліктен өзекті? Бұл тек қана сол аудандағы, сол ауылдағы тұрғындардың электр желісімен қамтамасыз ету емес, сол жердегі шағын, орта кәсіпті дамытуға тікелей қатысы бар. Оған себеп сол жерден дүкен, дүңгіршек болмаса бір адам тамақтанатын орын салайын десе, оған қажетті тоқты ала алмайды. Қажетті тоқ болғанда өзінің тұратын үйіне тоқты таба алмай отырғаннан кейін оған қандай тоқты рұқсат берсін. Сондықтан осындай бір алдағы өсіп өркендеуге тежеу болатын мәселелерді шешу біздің алдағы мәселе. Енді мен айтып отқан өзекті мәселе қазіргі кездегісі, оның ар жағындағы мәселе жетеді. Жолдың мәселесі де бар. Ол мәселеде өзінің үлесін табу керек, өзінің шешімін табу керек. Енді бәріне бірдей осындай мәселемен шешілмей жатыр деп айтуға болмайды. Себебі жаңа айтқан бағдарлама арқасында көптеген мәселе бір жалпы алынғаннан кейін, мысалға Ақбұлақ су бағдарламасы бойынша шешіледі. Осы сияқты өзінің нұрлы жол бар программалар, солар сияқты шешілу керекті мәселелер бар. Енді оның бәрін жеген-жектеп түрін істеп айтпай ақ қойын. Негізгі мәселе деп отқан осылар. Күнделікті басқа ұсақ-түйек мәселе осы айтылып жатқан мәселелер. Осылай жүріп жатыр. Түсінікті, рахмет. Абат Жаңғырханұлы, енді келесі сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр. Жыл басынан бері неше мәслихат отырысы өтті. Енді сессияда негізінен көбіне қандай мәселелер көтерілді? Рахмет, Нұрбол. Ассалаумағалейкум, біріншіден құрметті жерлестер, баршаңызды мына Абзал Меңдібайұлы құттықтап кетті. Осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Енді өте жақсы демалыстар болды деп өзім есептеймін, бірақ енді кейбір адамдар жұмыс жасады. Оның барлығы осы тәуелсіздігімізді ары қарай арттыру үшін деген сияқты. Енді біздер Абзал Меңдібайұлы, мен осы мәслихаттағы 2 тұрақты комиссия бар. Солардың төрағасымын. Менікі экономика және бюджет мәселесі болса, Абзал Меңдібайұлы ол құқықтық сұрақтар, әлеуметтік сұрақтар жөніндегі мәселе бойынша тұрақты комиссия. Енді осы жылдың басынан бастап өте жақсы сұрақ қойдыңыз.
әр жылдың аяғында әркім қорытынды жасайды ғой, қандай нәтижелер жасады, қандай жетістіктер келіп дегенде. Сол кезде біздер былтыр сайланған осы халық қалаулыларымыз 6 шақырымның, соның ішінде біздер осы 2017 жылдың басынан бастап 8 сессия өткізгенбіз. Сол сессияда 67 сұрақ қаралған. Соның 8 сессияның 4-і кезекті сессия болды, және тағы да 4-і ол кезектен тыс сессиялар болды. Енді шын айтқанда өзекті мәселелер қаралады. Соның ішінде ең өзекті мәселе өзіңіз түсінесіз, барлығы қаржымен байланысты болғасын, бұл бюджеттік мәселелер бойынша көптеген сұрақтар қаралатын болады. Соның ішінде біздер енді осы тұрақты комиссияда жан жақты барлық қандай осы өңіріміздегі болған мемлекеттік бағдарламалар бар, жалпы халық қалаулы есебінде халықпен кездесіп сайлаушыларымызбен қандай өзекті мәселелер бар, соның бәрін қарап, жүйелі түрде шешуге ұсыныс беріп, және ол ұсыныстың шешім табуға тырысамыз. Осы енді жалпы 67 мәселе қаралғанмен, соның көбісі 67 мәселе қаралғасын оң шешім табылды. Жалпы осы жылдан басынан бастап біздің облыстық мәслихат 25 мәслихат депутаттар бар. Солардан 90-нан астам өзінің депутаттық сауалдар болған. Соның жартысынан көбі оң шешім қабылданған, табылды. Түсінікті. Енді мына Нұр Отан партиясының облыстық филиалының ғимаратында тұрақты түрде жаңа азаматтарды жеке сұрақтармен қабылдау өтеді. Енді қоғамдық қабылдауда негізінен азаматтардың көтеретін, тұрғындардың көтеретін мәселелер қандай? Жалпы талдау жасала ма? Мысалы, жол мәселесі болсын, немесе бір белгілі бір әлеуметтік нысандарды тұрғызу, тұрғын үй мәселесі деген сияқты талдау. Қоғамдық қабылдауда көбіне болатын сұрақтар ол жеке азаматтарды қабылдағанда ол жеке басына байланысты мәселе. Соның ішінде басым бөлігі негізінен жұмыссыздық бойынша. Әрине қалғандар да бар. Бұл Нұр Отаннан сол кейбір шешілмей жатқан мәселелеріне, болмаса шешім таба алмай келе жатқан мәселелеріне көмек сұрайтын желі де бар. Онда желіден ол жедел түрде шешіледі. Ал негізгісі бәріміздің де алдымыздағы үлкен мәселе болып табылатын бұл жұмыссыздық. Жұмысқа орналасу жөнінде. Қазіргі кезде жұмыссыздық дейтін өте осы облыс тұрғындарының өзекті мәселелерінің біреуі. Сондықтан негізгі мәселе ретінде сол жұмыссыздықты айтуға болады. Жұмыссыздық бойынша әркімнің қалауы әртүрлі, оның бәрін бірдей шеше беру тағы да мүмкін болады. Себебі өңірімізде белгілі, негізінен жақсы жұмыс деп саналатыны бұл мұнай және мұнай төңірегінде сервистік қызмет көрсететін мекемелер. Олардың өздерінде де бәріміз де білеміз қазіргі қандай жағдай екен. Мұнай бағасының өте қатты шарықтап көтерілмеу себебінен барлығы да кішкене тақымы қысып отырған жағдай бар. Соған байланысты жұмысқа бәрін бірдей орналастыру мүмкін емес. Дей тұрғанмен де кейбір жалақысы аздау жұмыс орындарына осы жұмыс іздеп келгендердің баруы кішкене енжарлау. Ол жақта айтып өту керек. Сондықтан негізгі мәселе ретінде, жеке қабылдаудағы мәселе ретінде осы жұмыссыздық мәселесін қойуға болады. Қалғаны газ тартып беру, тоқ жеткізіп беру, енді кәсіпкерлердің мәселесі бар, олар да өз алдына бар. Бірақ дей тұрғанмен жаңа бірінші. Рұқсат болса Нұрбол, осы сұраққа менде қосымша Абзал Меңдібайұлының ақпаратына қосымша айтайын дегенім, бізде жалпы қоғамдық қабылдау, енді біздің өңіріміздің ерекшелігіміз бар ғой. Біз жаңағы әртүрлі шараларға қатысамыз, барлық қоғамның белсенділерімен тығыз байланысамыз. Кейін оны заманның талабына байланысты былай қарағанда әлеуметтік жүйе деген бар. Ол жақта да бармыз. Сондықтан біз жан жақты ол жаңағы ағайын тума, өзіміздің тұрып жатқан ықшам аудандардың тұрғындары, көршілермен бара жатқан жаңағы қоғамда мектеп болсын, балабақша болсын, жан жақты қараймыз енді. Себебі өмір болғасын мәселелер көп болады. Біздің мақсатымыз оны жүйелі түрде жаңағы көтеру, соның шешім табу. Орындалуын бақылау. Сондықтан біздер қоғамдық қабылдауды шектеп қалмаймыз. Біз жан жақты ол әлеуметтік жүйеде болсын, жалпы өзіміздің қазір жасалған жұмысымызда қабылдап, жаңағы айтады ғой, тойларда, садақаларда енді өмір болғасын жан жақты қараймыз. Ол бізде өте өзекті мәселелер көп қаралады. Сондықтан біз сонымен шектеп қалмаймыз деп жатқан мәселе. Түсінікті, рахмет. Енді тағы қосымша қоса кететін жағдай бар бұл жерде. Абатжан Гөрханұлы өте жақсы айтып өтті. Біздер басында айтқанда екеуміз екі комиссияның төрағасы болғанмен де бұл екеуміз екі жақты қызмет еткен ештеңеміз жоқ. Біздер қазіргі кезде бір ұйым ретінде жұмыс жасаймыз. Бір ортақ мүдде, ортақ мақсат бар. Сондықтан манағы айтылған ол бюджеттік мәселе, болмаса әлеуметтік мәселе, медицина, спорт, білім деп бөліп жатқан ештеңеміз жоқ. Қай сала болмасын, медицинада, спортта, білімде қаражатсыз іске аспайды.
қаражат болмаса жаңа бағыттардың ешқайсысын жарыққа шығарып болмаса ақша бөлдіріп жұмыс жасау мүмкін емес. Енді осының бір ұшқыны ретінде айта кетейін, мына сұрақтың өзі негізінде қабылдауда қандай болады дедіңіз осы. Қоғамдық қабылдау тек қана мына жеке адамдар болғанмен де бұл қоғамдық қабылдаумен шектеліп қалмай, осы жыл бойына тағы да бірнеше депутаттарымызбен бірге мына аудан орталықтарына барып, соларды қарап келу жұмыстарында іске асырамыз. Оның бір мысалы ретінде мынау Маңғыстау ауданындағы Шетпе аудан орталығына барып, мына медициналық орталықтардың жай-күйін қарап келіп, содан кейін көзімізбен көргеннен кейін кейбір ұсыныстарды қаттырақ қойып, соның шешілу жағына барымызша ықпалымызды тигізіп жатырмыз деп айтуған артық болмайды. Себебі көзбен көргеннен кейін, оң қолмен жасағаннан кейін ол жұмыстың ертеңгі күні шешілуіне азғантай болса да бір қарлығаш көмегімізді тигізе алсақ дейтін ой ғой бізге. Ол жаңағы жұмыстың бәрін араласу емес. Сондай жерде Абат Шаңғырханұлы және осы екеуміздің комиссиямызда бөліп жармай бірге барып ортақ шешім табу, сол комиссиядағы мүше депутаттарын бірге ұсынысты беру, әртүрлі жеке сол жердің өзінде жеке қабылдау ұйымдастырып жатқанымыз бар. Сонда жанайқайы шығады әркімнің, болмаса ұсыныстар шығады, ақсақалдардың ұсыныстары бар. Айтсам өтірік болмайды, сол жерде ақсақалдар біраз ұсыныс берді. Оның барлығын жүйелі түрде бірнеше бет қағазға түсіріп, осы басқарма бастығына да жібердік. Енді біреуі ерте, біреуі кеш, бірақ жүйелі түрде шешілуге бәріміз жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті. Енді мына WhatsApp әлеуметтік желісіне келіп түскен сұрақ бар. Айнагүл есімді азамат жазады. Өңірдің экологиялық проблемалары туралы айтып берсеңіздер дейді. Әсіресе теңіз жағалауы күннен күнге ластанып бара жатқан жоқ па? Енді қоршаған ортаны қорғау мәселесі қашанда өзекті ғой енді. Туризм дейміз, туризм дамытқымыз келеді, көптеген шетелден қонақтар, меймандар келеді. Енді теңіз жағаның таза ұсталуы. Қоршаған ортаны екі ауыз сөзбен қысқаша. Қоршаған ортаны қорғау жөнінде, экологиялық ахуал жөнінде айта кететін болсақ, теңіз жағасын қазіргі кезде бұл жағдай қазір төмендеп бара жатыр деп айту қаншалықты дұрыс, болмаса қаншалықты бұрыс. Теңіз жағасында қазір жүргізіліп жатқан жұмыстар біздің алда қойған осы әкімшіліктің жоспарының өзінде де осы соңғы 2-3 жылда, 4-5 жылда жасалып жатқан жұмысқа қарасаңыз, мына бұрынғы күйден қазіргі кезде тазалық жұмыстары жақсарып келе жатыр деп анық айта аламын. Және алла бұйыртса алдағы уақытта мынау самал 15-ші жағынан төменгі жағынан бастап теңіз жағасын адам үшін, халық үшін сол жерге адам жүретін, тыныстап демалатын, кешке серуен дейтін, демалыс орны ретінде, жағалау ретінде, дұрыс жағалау ретінде қазір қолға алынып жатыр. Ол жобалар бар. Енді біз басы-қасында жүргесін куә болып жүрміз ғой. Ертеңгі күні алла бұйыртса соның тамашалап жүретін куәсі болатын шығармыз дейтін ойдамыз. Түсінікті, рахмет. Енді мында тағы бір сұрақ келіп тұр. Шағын аудан ішілік жолдар сын көтермейді дейді. Әсіресе төменгі шағын аудандарда ойдым жолда тұрғындарды әбден әбігерге салды дейді. Бұл жөнінде не айтасыз дейді. Енді бар ғой мәселе. Өзекті мәселе, енді мен рұқсат болса жаңағы біздің экология мәселесі бойынша қысқаша ақпарат. Енді облыс әкімінің өзінің ақпаратында барлық өңір тұрғындарына бір жақсы хабар келген. Ол Қошқарата біздің көптен шешілмеген үлкен мәселе бар. Соны шешімін тауып, келесі жыл бюджеттен, республикалық бюджеттен 17 миллиардтан аса 500 миллион теңге қаражат бөлініп, соны жаңағыдай рекультивациясы дейді ғой. Сол жұмыстарын басталған еді. Құдай қаласа, үлкен бізге негізінде жақсы хабар, үлкен бізге бір халқымызға денсаулығына, жалпы туризмді бағыттандыру барлық жағынан үлкен өзекті мәселенің бірі. Ал енді мына теңіз жағынан қарайтын болсақ, бұл енді өз қолымызда, әрине жан-жақты ғалымдардың өздерінің зерттеулер жүріп жатқанмен, бірақ біздер осы білім басқармасымен бірігіп үлкен осы облыс жоба болып жатыр. Бұл жалпы біздің орта мектептерден бастап жаңағыда бір оқу пәнін жүргізіп, сағатын болып қоршағаны жаңағыдай жақсы көру, қорғау деген сияқты, біздің табиғатымызға жақын болу деген сияқты, жалпы осы қазіргі таңдағы неден шығып табиғатты қорғау мәселесі. Сондықтан ол мәселе негізінде ол біздің мәдениетіміз. Ол сол мектептен басталу керек. Қазір енді жан-жақты жұмыста жүріп жатыр, әлі де жұмыс көп. Ал енді екінші мәселе, енді ол әрқашан барлық біздің сауалдарымызда келетін тұрғындардың, сайлаушылардың өзекті мәселесі ол жол. Ол ішінде ықшам ауданның ішкі аралық жолдары, ол сол алысқа кетпесек те тұрғын үй массиві шығыс 1, шығыс 2, шығыс 3 инфрақұрылым ғой. Жолсыз енді қиын ғой, былай қараған азаматтарымызға. Сондықтан әрқашанда ол ең өзекті мәселе болып тұрады.
шынында біз оны қайта көтереміз. Енді біздің айтатынымыз ол бір шешіммен әрине ол бір жылда қаражат бөліп шешілмейді, бірақ жүйелі түрде біздер қазір ұсыныс бергенбіз осы облыс әкімшілігіне, қала әкімшілігіне, жалпы жан-жақты аудандарда болсын, облыста болсын, орталығында бір жаңағыдай бір ереже жасап, немесе жоспар құрып, мысалы жолдың кезекті жаңағыдай қаралып, қаржысын бөліп, жөндеу жұмыстарын көруге, соның ішінде ашық болу, және тұрғындар өзі біліп тұру үшін. Мысалы жаңа тек қана уәде емес бір әкімнің келтірген, ол жоспарда көрсетіліп, мысалы осы 2018 жылы 4-ші ықшамауданнан бастап 7-ші ықшамауданға дейін деген жұмыстар жүргізіледі. Кейін ол жұмыстар жалғасады келесі жыл 2019-да 9 бен аралығында 12-ші ықшамаудан деген. Сондай бір ашық түрде болса, жоспар ретінде бір сол кезде ғана халық жалпы біздің тұрғындарымыз өзінің бақылауында алса, сол дұрыс па сонда біз жүйені енгізіп жатырмыз. Бұйырса осы енді жүйені қазір енді елбасымыздың үлкен жақсы өзінің жолдауында айтқан, мына цифрлы Қазақстан деген. Соның ішінде өзім ойлаймын, осы қазір қалада, өзің облысымызда осыған көңіл аударып, біздер де осы мәселені көтеріп жатырмыз. Тұрғындарымызға ақпараттың көп болғаны, ашық болғаны, ертең жалпы әкімшіліктің болсын, біздің мәслихаттың жасап жатқан жұмыстарын көру үшін сондай бір ықпал жағдай жасап жатырмыз. Бұйырса сол болады. Енді осыған тағы қосымша қоса кетейік. Абатжан ханым айтып отырған сұрақтар мына шағын аудан ішілік жолдар бойынша. Бұл жерде кешегі өткен сессияның өзінде осы жолдар туралы мәселе көтерілді. Бұл қай бағыттан көтерілді? Әрбір жұмыс жасалу үшін оған бірінші құжат дайындау керек. Жобалық құжат дайындау керек. Сол жоба дайындалғаннан кейін ол іске асуға беріледі. Енді мына әртүрлі программалардың, әртүрлі бағдарламаның өзектілігіне байланысты кейде жобалар жасалып, ары қарай мына шаң басқан сөреде қалып қоюда мүмкін жерлер шығады. Кешегі сессияда көтерілген мәселе осындай жасалған жобалардың бәрін жинақтап жүйеге түсіріп, содан кейін бір жоспарлы алдын алып бір перспектива жоба жасау. Сол арқылы дайын жобадан ертең күні қалып қоймай қайтадан жоба жасап жүрмес үшін сол жобаны пайдалану және жүйелі түрде пайдалану. Қай жерлер, қай шағын аудан, қай кезде қанша километр салыну керек. Ол жобаларда осы әкімшіліктің бірге отырып, бұйырса осы 18-дің бірінші кварталында қарап бір жүйеге түсіруіміз керек. Соған үмітіміз бар. Рұқсат болса, бұл жалпы біздің ар жағында ойымыз қандай? Ол Абзал Меңдіұлы өте дұрыс айтты. Сессияда біз осындай мәселе жүйелі түрде қарау керек. Бұл бүкіл біздің қазіргі таңдағы маршруттарымыз. Мысалы, біз тұрғындармен кездесеміз, айтады 12-ші маршруттың немесе 5-ші маршруттың жалпы автобустардың саны төмен, сапасы төмен, олардың саны аз. Біздің балдарымыз жаңадан пайда болған ықшам аудандар бар. 30-дан бастап 31-32 ол жерге мысалы бармайды. Сонда қайтеміз дегенде. Ол кәсіпкер айтады, маған тиімсіз. Сондықтан біз оған жүйелі түрде кешеге болған Жаңаөзен қаласында оқиғалардың бәрі негізі түбі жүйелі түрде қаралу керек. Сонда бір жоспар болып осындай қағидалар біз бекітсек, сол кезде осы жолын аламыз. Ол бір. Екіншіден біздің мәслихаттың басты бір мақсатының бірі ол осы біздің қаржымызды тиімді пайдалану, жұмсау. Мақсатты пайдалану. Мақсатымыз сол. Соның ішінде көбісі кейбір жерде біз мына әкімшіліктің бағдарламаларын әкімшіліктің басшыларымен кездескенде айтамыз. Бұл негізінде халықтың ақшасы. Бұл біздің бюджет салықтан пайда болады. Сондықтан біз өзіміз бұл бәленшенің немесе әкімнің ақшасы, басқа бір ненің ақшасы емес, бұл халықтың ақшасы. Сондықтан біз оны тиімді пайдалану керек. Соның ішінде біз өзіміз жалпы жоспар қойымыз керек. Өзіміз қойымыз мақсатты. Мысалы, осында ықшам ауданнан бастау керек деген сияқты. Енді қазір сол жұмыстар басталды. Қазір 3-ші кезең бюджетті жоспарландыру 3 жылға басталды. Ол аудандардан, ауылдардан, ауыл мекендерден елбасының жолдауы бойынша басталды. Қазір енді ол бастапқы осындай жоба. Кейіннен ол өзім ойлаймын, мүмкін сол қалаға, облыс орталығына жетсе, онда біз өзіміз тұрғындар есебінде, біз өзіміз жаңағыда бақылау жасап, өзіміз жаңағы мақсаттар қойып, қай салаға біз қаражатты бөлуіміз керек, қандай жобаны бізге қалаймыз мысалы, соған қойып, ол тек қана әкімшілік қоймау керек, ол біздің негізінде біздің мақсатымыз сол. Жүйелі түрде қаралу керек деген ойымыз ғой. Себебі ең бастысы біздің қазір мақсатымыз, Абзал Меңдібайұлы менде сұрақ қойып, қандай ұсыныс береміз? Бізге қазір біздің бюджетімізді көбейту. Мысалы, біздің бюджетті көбейсе, ол әрине ол әлеуметтік жобалардың бәрі іске асырылады. Бюджетіміз аз болса, ол қандай әлеуметтік мектеп болсын салыну қосымша, жаңағыда жол салу мәселесі қиындалып кетеді. Сондықтан біз сол жағынан қарауымыз керек. Әрине, көптеген тұрғындарымызды соғып қойды. Біздің Маңғыстау облысы мұнай өңірі, біз донормыз, неге бізге анау жетпейді, мында жетпейді деген сияқты. Сондықтан үнемдеу қаржыны
тиімді пайдалану осы біздің мақсатымыз. Қазір қарап жатырмыз, жүйелі түрде осы ұсыныстарды беріп жатырмыз, әкімшілік қабылдап жатыр. Бұйырса енді осы өзгерістер күтеміз. Түсінікті. Енді тағы бір өзекті мәселе, енді ол президенттің, елбасының жаңағы жергілікті атқарушы органдар мен министрліктер, жалпы үкіметке тапсырған тапсырмасы бар. Ол мына кәсіпкерлікті дамыту. Енді бір кездері білеміз, кәсіпкерлерге де біраз қысым көрсетілді, заңсыз тексерулер болды, былайша айтқанда. Енді қазір жалпы бизнестің, шағын және орта бизнестің даму динамикасы қалай? Бұл бақылауда ма? Енді бұл мәселе бойынша өзіңіз айтып кеттіңіздер, ол барлық жағынан көңіл аударып жатыр. Соның бірі осы биылдан бастап елбасының өзінің жолдауында айтылған бүкіл облыстардың басшыларын жаңағы осы орта шағын бизнеске қалай қолдау жүйесіндегі өзінің рейтингісі болады. Сондықтан қазірден бастап көптеген оған жұмыстар атқарылып жатыр. Бұған кәсіпкерлер палатасы үлкен жұмысының өзінің үлесін қосып жатыр. Атамекен. Қазіргі таңда енді біздің облысымызда 47 мыңнан астам жаңағыдай шағын кәсіпкерлік субъектілері бар. Тіркелген. Оның көбею саны бізге әрине ол жақсы, себебі ол салық көбейеді. Енді қазір жан-жақты мемлекет жағынан жағдайлар жасалып жатыр, шынын айтқанда. Бұл жерде оқыту да тегін, жалпы мына несие алындыру, өзім қаржы саласында болғасын, мына несиелендіру жағынан да үлкен жеңілдіктер бар. Оның өзі біреуі жақында облыста қабылданған бағдарлама, өзіңіз білесіз, мәлімет облыстың тұрғындарына Нұр Капитал деген. Ол енді қазір бастапқы Жаңаөзен қаласынан басталды. Енді өзіміздің ұсыныстарымыз бойынша облыс әкімі қазір соны жүзеге асырып жатыр. Бүкіл облысқа жайылса деп. Енді мына түсінікті болу үшін енді жалпы мына қоғамда мынандай пікір қалыптасқан, қолжетімді несие, қолжетімсіз деген. Шын мәнісінде жаңа айтып жатсыз, Нұр Капитал бағдарламасы Жаңаөзеннен бастау алады, старт. Қысқаша осы туралы мүмкін кәсібін бастағысы келіп жүргендер азаматтар бар шығар. Сол туралы қысқаша бір мәлімет беріп кетсеңіздер. Енді бұл қазіргі бірінші беріп жатқан қаражатымыз бұл көлемінде 1 миллиард 50 миллион теңге. Бұл сол Нұр Капитал деген бағдарлама аясында. Бұған басында біздің мұнай компаниясы Жаңаөзен қаласы Өзенмұнайгаз өзінің үлесін қосып, 350 миллион теңгені мысалы даму қорына депозитіне салып, соған даму қоры өзі 2 есе қосып, 700 миллион, соның көлемінде 1 миллиард 50 миллион. Бұл орта шағын бизнесті жұмсалған кезде жаңағыда нақты жұмыс орнын пайдалану болсын, өзінің әкімшіліктің талаптары бар. Бірақ енді бір ерекшелік, ең бастысы бұл жаңа іс басталса да, басқа да бұл жаңа екінші деңгейлі банк арқылы жүреді, дамуының қолдауымен. Соның ішінде ең бастысы жаңа ол 11% беріледі. 10% жол карты бизнес 2020 бағдарлама арқылы бұл субсидия жатады, 10%. Яғни сонда 1%. Сонда 1%. Бұл енді үлкен, шынды айтқанда қазіргі таңда біз жоқ. Басқа өңірлерде онда жоқ. Соның қатар біздер көп араласамыз кәсіпкерлермен. Шетелдік инвестор келгенде олар мысалы ондай жағдай болмағасы олар өте қызығады. Енді бірақ біздің мәселе бұл жаңа шетелдік инвесторға көмек емес, бұл жергілікті біздің кәсіпкерлерге мүмкін азаматтарымызды ісін бастау үшін бір, екіншіден жаңадан ашып жатқан кәсіпкерлерге қолдау, ары қарай өзінің жұмысын арттыру үшін, аяққа тұру үшін деген сияқты сондай бір жақсы үлкен қолдау жасалып жатыр. Біз оны өте қолдаймыз, және де бұл 1 миллиард 50 миллионмен шектеп қалмау керек. Біздің ұсынысымыз болған, Абзал Меңдубай, біз бұған тек қана сол бір мекеме емес, жан-жақты бүкіл облыс бойынша қарау керек. Және бұған тек қана екінші деңгейлі банк емес, оған мысалы Атамекен қаржы біздің мекемесін қоссақ, себебі олар тағы да бір мәселе пайда болады ертең. Екінші деңгейлі банк өзінің саясатына байланысты, ауылдағы кәсіпкерлерге қолдау көрсеткен кезде, сол кезде Атамекен қолдау көрсете алады. Енді сол үшін құрылған ғой. Түсінікті. Енді бұл Нұр Капиталға қоса кететін нәрсе, бұған тек қана қазіргі бірінші қарлығаш ретінде Өзенмұнайгаз қол ұшын берді. Ар жағында басқа да аудандардағы мына жер қойнауын пайдаланушы мекемелер қазіргі кезде өздерінің мүмкіндігіне қарай ақшаларын шығарып, ары қарай осы Нұр Капиталды дамыту жөнінде ұсыныстарын беріп жатыр. Олардың қатарында біздің де мекеме бар. Алла бұйыртса, бұл мекемелер жиналған қаражат манағы айтылған принциппенен жинақталады қорға. Содан кейін түсінікті болу үшін осы жобаға қандай проекттер, қандай жобалар қатысады, қандай кәсіпкерлер ұсыныстар қатысады. Оны өткендегі облыстың әкімшілігімен кездесуде сол проекттерді бәрімізде қарап, қайсысы дұрыс болуын анықтауымыз керек дейтін ұсыныс айтылды. Бұл өте жақсы ұсыныс, сондықтан осындай өмірге жолдамасы жақсы болатын, ертеңгі күні жұмыс орнын ашуға көмектесетін жобалар болатын болса, барлығымыз бірлесіп қарап, соны анықтауымыз керек дейтін ойдамыз. Түсінікті. Мұнда WhatsApp желісі арқылы бір сұрақ келіп тұр. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Сіздермен қалай кездесуге болады? Қай мекен жайда отырасыздар? Сұрақтарым бар еді дейді.
енді сұрақтар жеке болатын болса, қабылдау біздің, күндері, мына қоғамдық қабылдау Нұр Отан мына ғимаратында жүреді. Былай келетін болса, менің жұмыс орнымда қазір акционерлік қоғамының ішінде 4 шаршы отырамын. Сол жерден келіп фамилиямды айтып кіруіне болады. Ешқандай шектеу болмаса кедергі жоқ. Біз де мана басында айтып кеттік қой, біз ашықпыз, әрқашанда әлеуметтік жүйе бар. Бір, екіншіден қаланың ішінде өзіміздің жұмысын жасап жатқан кәсібіміз бар. Өзім осы Фортобанктың филиалын осы Маңғыстау облысы басқарамын. Сол 5-ші шағынадан 1-ші үй, 10-ші шағынадан да ғимаратымыз бар, 12-ші шағынадан да әртүрлі ғимараттарымыз бар. Енді ашықпыз, дайынбыз. Рахмет. Енді тағы бір сұрақ. Аймақта бюджет қаражатының мақсатты игерілуі қандай деңгейде деген сұрақ келіп тұр. Бірақ енді аты жөнін жазбаған. Қалай жауап берер едіңіз? Енді 100%, әлде мақсат болса да мен бюджет мәселесі болғасын, біз қаржыға жақын болғасын біз айтайық. Енді шын айтқанда жалпы заңның талабы бойынша Қазақстан Республикасының 2008 жылы бюджеттік кодекс бойынша 130 бабына сәйкес бізде барлық 25 бізде облыста басқармалар бар, әкімшілік бағдарламаның әкімшіліктері дейді ғой. Солардың бірінші басшыларын тыңдау жасағанбыз осы мамыр айында. 25 басқарманы. Олардың қалай бюджетті игеріп жатқаны, қалай тиімді пайдаланып жатқаны, қалай жалпы жобалардың бәрін іске асырып жатқаны деген сияқты. Сол сәтте біз оны қараймыз. Ол бір, екіншіден біздің өзіміздің тексеру комиссиямыз бар. Солардың қорытындысын қарап біз тексереміз. Енді қазіргі таңда жыл сайын әйтеуір бір жақсы көрсеткішіміз, біздің бюджетіміз жыл сайын артып тұрады, өсіп тұрады. Оның жақсы көрсеткіш, бірақ біз соған жұмыстануымыз керек. Қандай себеппен? Біздің ұсынысымыз жалпы біздің мына айтып кеттім ғой, бюджетімізді көбейту, оған жаңа орта шағын бизнестің саны көбейсе, жаңағыдай көмектің арқасында Нұр Капитал болсын, басқа да несиелендіру болсын, көп кәсіпкерлік жаңағыдай өзінің кәсібін жасап, бастап, табысына келіп, сол табыс салығын төлесе, әрине бюджет көбейеді. Соған қосымша біздің бір ұсыныстарымыз болған, біздің өмірінде үлкен бір ірі мекемелер бар. Оның ішінде мысалы мұнай саласымен байланысты сервис мекемелері. Сосын жалпы біздің облысымызда үлкен өңірде болған жобалар бар. Соларды іске асырып жатқан кезде көбісі енді бір шеттен келетін мекемелер бар. Солар өздерінің салығын, мысалы өзінің мекемесін осында ашып, жұмыс орнын осы жерден біздің жергілікті жаңағы азаматтарымыз жұмысқа алса, қажет болса оқытсын. Сол кезде ол ақшаның бәрі жаңағы біздің өңірімізде болып жатқан ол табысы бізге қалады ғой. Сонда салық та көбейеді. Салық көбейгенде ертең біз оны жаңағы жол мәселесі бар, аурухана, басқа да әлеуметтік өзекті мәселелеріне біз жұмсай аламыз. Сондықтан біздің жүйелі ұсыныстарымыз қазір осы бағытта. Біз осыған жұмыстанып жатырмыз. Біздің жаңағы салығымыз көп болсын деген. Түсінікті. Енді сөз соңында көрермендерге айтарыңыз бар ма? Көрермендерге не айтамыз? Жаңа басында айтып өттік, бұл бірінші тәуелсіздік мерекесі еді. Енді осы санаулы күндерден кейін 2018 жылды календарлық жыл бойынша қарсы аламыз. Енді бұрыннан қалыптасқан салт бар, ол енді әдет ғұрып демей-ақ қояйын. Осы жаңа жылды қарсы алу. Осы жаңа жылдық мереке. Бұл жылды қорытындылау. Қазірдің өзінде мысалы бір жылдың қорытындысына жақындап отырмыз. Жылды қорытындылап, жаңа жылда жақсы табыспен қарсы алайық. Баршамызға жанұямызда құт береке болсын, денсаулық болсын, ел аман жұрт тыныш болсын, алға қойған мақсаттарымыз бен армандарымыз орындалып, ертеңгі күні әрқайсымыз бір-бірімізге жылы шырай көзқараспен қарағанымыз жақсы тілейміз. Мен де барлық құттықтауға қосыламын. Және де айтып кететін 25 біздің жаңағы облыс мәслихат депутаты, бәрі де белсенді қоғамның қайраткерлері. Соның ішінде мекеме басшылары бар, басқа да енді белсенділер. Олар осы өзін аямай жұмысын жасап жатыр. Бір тағы да қуантатынды айтып кететін, қазіргі таңда сол мәслихатты бүкіл аудан болсын, қалада 115 депутат бар екен біздің облыста. 115-тің 40-тан төмен жастар дейді ғой енді. Соның есебі 15 депутат екен. Енді ол да былай қарағанда 10%-дан жоғары. Сол қуантады, себебі арамызда көп жастар болса, жігерлі, көп мәселелер көтеруге болады. Сондықтан менің тілейтінім осы келесі жылда, арғы жылдарда тек бюджетіміз көп болсын, қаржымыз көп болсын, біздің еліміз, өңіріміз бай болсын, күш қуатымыз көп болсын. Түсінікті. Абат Жаңғырханұлы, Абзал Меңдібайұлы, сіздерге көп рахмет. Енді айтады ғой, жалпы депутаттық жүгі ауыр, себебі халықпен жұмыс жасағасын, халықтың алдында уәде бергенсің. Жалпы мына бірқатар жаңа мемлекеттік бағдарламалар бар, олардың орындалысы бар. Бақылау енді оңай емес, былайша айтқанда билікпен де жұмыс жасау керек, халыққа да жақын болу керек. Енді айтамыз, енді жұмыстарыңызға сәттілік, жаңада айтып жатсыз, жақсы бірқатар жұмыстар атқарылған екен, жақсы жаман емес, қорытындылап, жылды қорытындылап, келер жылға мақсат қойып алдарыңызға. Енді сол жоспарларыңыз ойдағыдай жүзеге аса берсін, сіздерге сәттілік. Ойлаймын, әлі де талай кездесеміз осы эфирде, себебі өзекті мәселе көп.
енді халық қалаулылар болғаннан кейін, халықпен тікелей жұмыс жасағаннан кейін, міндетті түрде әрине осылай тікелей эфирге шығып, осындай атқарылған жұмыстар енді халық былайша айтқанда білулері тиіс. Сол енді сәттілік сіздерге. Сізге рахмет. Сіз бізді шақырыңыз, біз кетіп тұрамыз. Рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Барлығы сәтті болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен хабарымыз кезекті саны аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.